Бір ғана қате шешім қанша тұруы мүмкін? $100 миллион ма? Бүтін бір кеменің жоғалуы ма? Әлде жүздеген адамның өмірі ме? Тарихтағы ең ауыр апаттардың кейбірі табиғи апаттан болған жоқ. Кейде инженерлер қауіп туралы алдын ала ескерткен, кейде ғимараттың өзі құламай тұрып белгі берген, ал кейде бәрін тоқтатуға мүмкіндік бола тұра ешкім тоқтатпаған. Бір жерде кішкентай есеп қатесі миллиондаған долларлық ғарыш аппаратын жоғалтты. Бір жерде қабылданған шешім бүтін бір теңіздің тағдырын өзгертті. Ал тағы бір жерде бірнеше секундтық түсініспеушілік 583 адамның өмірін қиды. Осындай тарихта болған таңғаларлық оқиғаларды бірге зерттегіңіз келсе, арнаға жазылып, видеоға лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Бүгін біз адамзат тарихындағы ең ауыр салдарға әкелген 10 қателікті қараймыз. Ендеше бастайық. Нөмір 10. Тенерифе әуе апаты. Авиация тарихындағы ең көп адамның өмірін қиған апат қай жерде болды деп ойлайсыз? Аспанда ма? Жоқ, жерде. 1977 жылдың 27 наурызы Тенерифе аралындағы шағын Лос Радиос әуежайы. Бұл күні екі алып Boeing 747 ұшағының да бастапқы бағыты Тенерифе емес еді. Олар көршілес Гран Канария аралындағы Лас Пальмас әуежайына қонуы керек болатын. Бірақ сол әуежайда жағылыс болып, әуе қозғалысы уақытша тоқтатылды. Салдарынан көптеген ұшақ Тенерифеге бағытталды. Шағын әуежай санаулы уақыттың ішінде алып жолаушы ұшақтарына толып кетті. Олардың арасында KLM 4805 және Pan Am 1736 рейстері болды. Екеуі де Boeing 747. Бір кезде Гран Канария әуежайы қайта ашылды. Ұшақтар қайтадан жолға шығуға дайындала бастады. Бірақ дәл сол уақытта жағдай күрт өзгерді. Әуежайды қою тұман басты. Көріну қашықтығы соншалық төмендеді, экипаждар ұшу-қону жолағындағы бір-бірін анық көре алмады. Pan Am ұшағы негізгі ұшу-қону жолағымен қозғалып, одан шығатын бұрылысты іздеп келе жатты. Ал сол жолақтың екінші жағында KLM ұшағы ұшуға дайындалды. Диспетчерлер мен екі ұшақтың экипаждары радио арқылы сөйлесіп жатты. Бірақ дәл осы жерде бірнеше ұсақ мәселе бірінен соң бірі жинала бастады. Радиодағы кейбір хабарламалар бір-бірінің үстіне түсіп кетті. Сөздер толық естілмеді. Бір тарап екіншісін дұрыс түсінбеді. Ал қою тұманнан ешкім қарсы жақта не болып жатқанын көре алмады. Содан кейін KLM капитаны ұшағына жылдамдық бере бастады. Алып Boeing 747 ұшу-қону жолағымен екпіндей жөнелді. Бірақ Pan Am ұшағы әлі жолақтан шығып үлгермеген еді. Тіпті KLM борт инженері Pan Am шынымен жолақтан шығып кетті ме деген күмән білдірді. Алайда экипаж оның жолақты босатты деп ойлады. Ал шын мәнінде екі алып ұшақ бір-біріне қарай жақындап келе жатты. Pan Am экипажы тұман арасынан кенет жарықты байқайды. Бірнеше секундтан кейін олар не болып жатқанын түсінді. Оларға қарай алып Boeing 747 үлкен жылдамдықпен келе жатты. Pan Am ұшқыштары ұшағын шұғыл түрде жолақтан бұрып әкетуге тырысты. KLM капитаны да қарсы алдындағы ұшақты байқап, өз ұшағын барынша ерте ауаға көтеруге әрекет жасады. Бірақ тым кешеді. Екі Boeing 747 соқтығысты. KLM ұшағындағы 248 адамның ешқайсысы аман қалмады. Pan Am бортындағы 396 адамның 61-і ғана аман қалды. Сол күні барлығы 583 адам қаза тапты. Ең таңғаларлығы, екі ұшақтың да қозғалтқышы істен шыққан жоқ. Ұшақтар аспанда басқарудан айырылған жоқ. Бұл апатқа бір ғана техникалық ақау себеп болған жоқ. Басқа әуежайдағы жарылыс, ұшақтардың Тенерифеге бағытталуы, әуежайдың шамадан тыс толуы, қою тұман, радиодағы түсініспеушілік және ең соңында ұшуға нақты рұқсат берілмей тұрып қозғалыстың басталуы. Бірнеше жағдай бірінен соң бірі қабаттасып, авиация тарихындағы ең ауыр апаттардың біріне айналды. Тенерифе апаты бүкіл авиация саласына үлкен сабақ болды. Өйткені кейде апатқа алып техникалық ақау қажет емес. Бірнеше қате шешім мен бірнеше секундтық түсініспеушіліктің өзі 583 адамның тағдырын өзгертуі мүмкін. Нөмірі 9. Бхопал газ апаты. 1984 жылдың 2 желтоқсанынан 3 желтоқсанға қараған түн. Үндістан. Бхопал қаласы. Қала тұрғындарының көбі үйлерінде ұйықтап жатты.
Бірақ дәл сол уақытта олардың үйлеріне қарай көзге көрінбейтін улы бұлт жақындап келе жатқан еді. Ал адамдардың көпшілігі одан мүлде бейхабар болатын. Бхопалда америкалық Union Carbide компаниясының пестицид өндіретін үлкен зауыт орналасқан еді. Зауытта метилизацианат, қысқашаша MIC деп аталатын өте қауіпті химиялық зат сақталатын. Қалыпты жағдайда ол арнайы резервуарларда қатаң бақылауда тұруы керек. Бірақ сол түні бір резервуарға су кіріп кетеді. Су улы химиялық затпен әрекеттесе бастаған кезде резервуардың ішіндегі температура күрт көтерілді. Қысым да өсе берді. Жағдай барған сайын қауіпті бола бастады. Ал енді ең қорқыныштысы. Апаттың алдын алуға арналған бірнеше қауіпсіздік жүйесі қажетті деңгейде жұмыс істемеді. Ақырында резервуар ішіндегі қысымның күшейгені сонша, улы зат сыртқа шыға бастады. Ондаған тонна улы химиялық зат ауаға тарады. Жел улы бұлтты зауыттың жанындағы халық тығыз орналасқан аудандарға қарай алып кетті. Ал ол жерде мыңдаған адам әлі ұйықтап жатқан еді. Көп ұзамай адамдар ояна бастады. Көздері ашып, тыныс алу қиындады. Не болып жатқанын түсінбеген тұрғындар үйлерінен көшеге шықты. Бірақ сырттағы ауа да қауіпсіз емес еді. Көшелерде дүрбелең басталды. Адамдар улы бұлттан қашуға тырысты. Апаттың алғашқы кезеңінде мыңдаған адам қаза тапты. Жүздеген мың адам улы заттың әсеріне ұшырады. Ал трагедия сол бір түнмен аяқталған жоқ. Кейін көптеген адамдарда тыныс алу жүйесі, көз және басқа да денсаулық проблемалар тіркелді. Құрбандардың нақты саны туралы деректер әртүрлі. Кей деректер алғашқы кезеңде шамамен 3800 адамның қаза болғанын көрсетсе, апатпен байланысты кейінгі мезгілсіз өлімдерді қосқан бағалар 15-20 мың адамға дейін жетеді. 500 миллионнан астам адам газ әсеріне ұшырады. Бірақ бұл оқиғаны одан сайын ауыр ететін бір нәрсе бар. Бұл табиғи апат емес еді. Бұл өндірістік қауіпсіздіктегі бірнеше кемшілік пен қате шешімдердің бірінен кейін бірі қабаттасуының салдары еді. Қауіпті химиялық зат, қауіпсіздік жүйелеріндегі мәселелер, төтенше жағдайға дайындықтың жеткіліксіздігі және зауыттың халық тығыз орналасқан аудандарға жақындығы. Бхопал апаты адамзатқа бір ауыр сабақ қалдырды. Қауіпті өндірісте қауіпсіздіктен үнемделген әрбір нәрсенің құны кейін өлшеусіз қымбат болуы мүмкін. Нөмір 8. Mars Climate Orbiter. Бір өлшем қатесі $125 миллион. Кейде ғарыш аппаратын жоғалту үшін қозғалтқыштың жарылуы да, компьютердің істен шығуы да қажет емес. Бар болғаны, екі түрлі өлшем бірлігін шатастыру жеткілікті. 1998 жылдың желтоқсанында NASA Марсқа Mars Climate Orbiter атты ғарыш аппаратын ұшырды. Оның міндеті Марстың атмосферасын, ауа райын және климатын зерттеу. Аппараттың өзіне жұмсалған қаражат шамамен $125 миллион еді. Ол ғарышта 9 айдан астам уақыт ұшып, миллиондаған шақырым жол жүрді. Бәрі жоспар бойынша келе жатқандай көрінді. 1999 жылдың 23 қыркүйегінде аппарат ақыры Марсқа жетті. Енді ол қозғалтқышын іске қосып, Марстың орбитасына кіруі керек. NASA мамандары жерден аппараттың қозғалысын бақылап отырды. Бірнеше минуттан кейін Mars Climate Orbiter Марстың арғы жағына кіріп, онымен радио байланыс уақытша үзілуі тиіс еді. Бұл қалыпты жағдай. Мамандар күтті. Аппарат Марстың екінші жағынан қайта шыққанда сигнал қайта келуі керек. 1 минут өтті. Сигнал жоқ. Тағы бірнеше минут өтті. Әлі үнсіздік. NASA мамандары аппаратпен қайта байланысуға тырысты. Бірақ Mars Climate Orbiter қайта жауап берген жоқ. Шамамен $125 миллион аппарат Марсқа жеткен сәтте жоғалып кетті. Бірақ не болды? Тергеу басталған кезде әлдеқайда қарапайым әрі таңғаларлық қате анықталды. Бірнеше инженерлік топ жұмыс істеген. Олардың бірінде есептеулер ағылшын өлшем жүйесімен жүргізілген. Ал аппараттың навигациялық бағдарламасы деректерді метрикалық жүйеде күтетін. Бұл айырмашылық бірден үлкен проблема болып көрінген жоқ. Бірақ аппарат Марсқа қарай айлар бойы ұшқан сайын, оның есептелген траекториясы мен нақты траекториясының арасындағы айырмашылық маңызды бола түсті.
Нәтижесінде аппарат Марсқа жоспарланғаннан тым төмен биіктікте жақындады. НАСА кейінгі есептеулерінде аппарат шамамен 57 километр биіктікке дейін төмендеген болуы мүмкін екенін көрсетті. Ал миссия үшін қауіпсіз деп есептелген ең төменгі биіктік шамамен 80 километр болатын. Содан кейін Марс Climate Orbiterмен байланыс мәңгілікке үзілді. Оның нақты не болғаны тікелей бақыланбады. Аппарат атмосферада жойылған немесе Марс маңынан басқа траекторияға кеткен болуы мүмкін. Бірақ миссия аяқталды. Ең таңғаларлығы мәселе аса күрделі ғарыш физикасында емес еді. Инженерлер метр мен футты білмегеннен де емес. Мәселе әртүрлі командалардың бағдарламалары бірдей өлшем бірлігін қолданады деген қате болжамда болды. Оған қоса навигациядағы ауытқулар байқалғанымен, мәселе аппарат Марсқа жеткенге дейін толық анықталмады. Миллиондаған шақырым жол, 9 айлық сапар, жүздеген маманның еңбегі және шамамен $125 миллион аппарат. Барлығы бір қарағанда өте ұсақ болып көрінетін сәйкессіздіктен жоғалды. Марс Climate Orbiter оқиғасы ғарыш тарихындағы ең қымбат сабақтардың бірін қалдырды. Ғарышта кішкентай қате болмайды. Кейде бір ғана өлшем бірлігінің айырмашылығы сені бүтін бір планетаға жеткізбей қоюы мүмкін. Нөмірі 7. Сампум универмагының құлауы. 1995 жылдың 29 маусымы. Оңтүстік Корея, Сеул. Қаланың ең танымал сауда орындарының бірі Сампум универмагы. Ішінде мыңдаған адам жүр. Біреулер киім қарап жүр, біреулер тамақтанып отыр. Қызметкерлер әдеттегідей жұмыс істеп жатыр. Сырттай қарағанда бәрі қалыпты, бірақ сол күні таңертең ғимараттың өзі қауіп туралы белгі бере бастаған еді. Жоғарғы қабаттағы мейрамхана қызметкерлері еденнен үлкен жарықтарды байқайды. Кей жерлерде жарықтар барған сайын үлкейіп жатты. Бұл жай ғана косметикалық жарық емес еді. Ғимараттың конструкциясында ауыр проблемалар бар болатын. Ең сорақысы, мәселелер ғимарат салынып жатқан кезден ақ басталған. Сампум бастапқыда 4 қабатты кеңсе ғимарат ретінде жоспарланған. Бірақ кейін иесі Ли Джун оны үлкен универмагқа айналдыруды шешеді. Жоспар өзгертіледі. Одан кейін ғимаратқа 5-ші қабат қосылады. Ол қабатта мейрамханалар орналасады. Ал Корей мейрамханаларында еденді жылыту жүйесі қолданылғандықтан 5-ші қабаттың едені бастапқы жоспардағыдан әлдеқайда ауыр болды. Онымен де тоқтамады. Ғимараттың төбесіне бірнеше ауыр кондиционер қондырғысы орнатылды. Кейін оларды басқа жерге жылжыту қажет болғанда, кранмен көтерудің орнына төбенің үстімен сүйреп жылжытқан. Бұл шатыр конструкциясына қосымша зақым келтірді. Жылдар өте ғимаратқа түсетін салмақ көбейе берді. Ал кейбір тіреу бағандары бастапқы жобадағыдан жіңішкелеу жасалған еді. Сөйтіп 1995 жылдың 29 маусымы келді. Сағат 17:57 шамасында ғимараттың үлкен бөлігі опырылып түсті. 5 қабат бірінің үстіне бірі құлады. Бірнеше секунд бұрын адамдар сауда жасап жүрген алып универмаг иіндіге айналды. Жүздеген адам бетон конструкцияларының астында қалды. Құтқару жұмыстары бірнеше күнге созылды. Нәтижесінде 502 адам қаза тауып, 900-ден астам адам жарақат алды. Ал 19 жастағы Пак Сым Хён иінді астында 17 күн жатқаннан кейін тірі құтқарылды. Кейінгі тергеу Сампум апатының бір ғана қателіктен болмағанын көрсетті. Ғимарат жобасының өзгертілуі, құрылыс кезіндегі кемшіліктер, артық салмақ, конструкцияға енгізілген қауіпті өзгерістер және ең соңында ғимаратта қауіпті белгілер байқалған күні адамдарды толық әрі дер кезінде эвакуацияламау. Сампум универмагының апаты бір нәрсені көрсетті. Ғимараттағы жарық кейде жай ғана жарық емес. Ал қауіп белгілі бола тұра, қабылданбаған шешімнің бағасы 502 адамның өміріне тең болуы мүмкін. Нөмір 6. Троя аты. Бір шешім бүтін бір қаланы құлатты. Жауың 10 жыл бойы қалаңды басып ала алмай, бір күні аяқ астынан кетіп қалса не істер едің? Ал қала қақпасының алдында олардан қалған алып ағаш аттырса ше? Оны жеңістің белгісі деп қалаға кіргізер ме едің? Аңыз бойынша Троя тұрғындары дәл осылай жасады. Бірақ сол бір шешім олардың қаласының тағдырын өзгертті. Оқиға бізді шамамен 3000 жыл бұрынғы Троя соғысына алып барады. Грек әскерлері Троя қаласын ұзақ жылдар бойы қоршауда ұстайды. Бірақ Трояның биік әрі мықты қорғам қабырғаларын бұза алмайды. Жылдар өтеді. Соғыс аяқталмайды.
Ақырында гректер басқа әдіске көшеді. Күшпен кіре алмасаң, айламен кір. Аңыз бойынша гректер алып ағаш ат жасайды, бірақ оның іші бос болатын. Оның ішіне бірнеше грек жауынгер жасырынады. Ал қалған әскер кемелеріне отырып, Троядан кетіп қалғандай кейіп танытады. Келесі күні троялықтар сыртқа шыққанда таңғаларлық көріністі көреді. Грек әскері жоқ, жағалау бос, ал қала қақпасының алдында алып ағаш ат тұр. 10 жылдық соғыс аяқталғандай көрінді. Бірақ троялықтардың бәрі бұған сенген жоқ. Аңыздың кейінгі римдік нұсқасында Абыз Лаокоон троялықтарды ескертеді. Ол гректердің сыйлығына сенбеуді айтады. Осы оқиғадан кейін әйгілі гректер сыйлық әкелсе де сақ бол деген мағынадағы сөз қалған. Тағы бір кейіпкер Кассандра да қаланы қауіп күтіп тұрғанын ескертеді. Бірақ оларды ешкім тыңдамады. Троялықтар ағаш атты жеңістің белгісі деп қабылдайды. Оны қаланың ішіне кіргізу үшін аңыздың кей нұсқаларында тіпті қорғаныс құрылымының бір бөлігін ашуға тура келеді. Сол түні қалада мереке басталады. 10 жылдық соғыс аяқталды деп ойлаған тұрғындар тойлайды. Бірте-бірте қала тынышталады. Түн түседі. Барлығы ұйықтаған кезде ағаш аттың ішінен грек жауынгерлері шыға бастайды. Олар қала қақпаларын ашады, ал сыртта грек әскері шынымен кетпеген еді. Кемелері қайта оралады. Қақпасы ашылған Трояға грек әскері кіреді. 10 жыл бойы күшпен ала алмаған қаланы олар бір түнде айламен алады. Троя талқандалады. Қалай болғанда да Троя аты адамзат тарихындағы ең әйгілі ескертулердің біріне айналды. Кейде ең қауіпті нәрсе қала қабырғасының сыртындағы жау емес. Өзің қауіпсіз деп ойлап, ішке кіргізген нәрсе болуы мүмкін. Нөмір 5. Арал теңізі. Адамдар жоғалтып алған теңіз. Бір кездері Қазақстан мен Өзбекстанның арасында алып теңіз жатты. Жағасында порттар жұмыс істеді. Мыңдаған адам балық аулап отбасын асырады. Кемелер теңіз бетімен жүзіп жүрді. Ал небәрі бірнеше 10 жылдықтан кейін, сол кемелердің кейбірі судың үстінде емес, шөлдің ортасында қалды. Бұл Арал теңізінің тарихы. 1960 жылдардың басында Арал әлемдегі ең ірі ішкі су айдындарының бірі болатын. Оны негізінен екі үлкен өзен, Сырдария мен Әмудария қоректендірді. Осы өзендер мыңдаған жыл бойы Аралға су жеткізіп тұрған. Бірақ Кеңес одағының алдында үлкен жоспар болды. Орталық Азияда ауыл шаруашылығын, әсіресе мақта өндірісін күрт арттыру қажет еді. Ол үшін орасан көлемде су керек болды. Сөйтіп Әмудария мен Сырдарияның суының үлкен бөлігі егістікке бағыттала бастады. Жүздеген шақырым каналдар салынды. Егістікке кеткен су Аралға жетпейтін болды. Алғашқы кезде өзгеріс аса қорқынышты көрінбеді. Бірақ жылдар өте теңіз деңгейі төмендей бастады. Жағалау кейін шегінді. Бір кездері теңіз жағасында тұрған елді мекендер судан бірнеше шақырым алыстап қалды. Балықшылар бұрын қайықпен шыққан жерлерде енді көлікпен жүруге болатын еді. Аралдың тұздылығы артқан сайын көптеген балық түрлері жоғалды. Балық шаруашылығы құлдырады. Кезінде ірі балық аулау орталығы болған Арал маңындағы халық жұмысынан айырылды. Порттар бос қалды. Ал бұрынғы теңіз түбінде тот басқан кемелер қалып қойды. Бірақ судың жоғалуы мәселенің тек басы еді. Ол жерлер тұз бен шаңға айналды. Жел сол тұзды шаңды жүздеген шақырымға тарата бастады. Бұрын ауыл шаруашылығында пайдаланылған химиялық заттардың қалдықтары да осы шаңмен бірге тараған аймақтар болды. Яғни бір кездері адамдарға тіршілік берген теңіз, енді құрғаған табаны арқылы айналадағы табиғат пен адамдарға жаңа қауіп туғызды. Бірақ Арал тарихының бір үмітті жағы да бар. Кіші Аралды сақтап қалу үшін Көкарал бөгеті салынды. 2005 жылы бөгет аяқталғаннан кейін солтүстік Аралдағы су деңгейі көтеріліп, тұздылық төмендеді. Бұл бізге тағы бір нәрсені көрсетті. Адамның шешімі табиғатты бұза алады. Бірақ дұрыс шешім оның бір бөлігін қалпына келтіруге де көмектесе алады. Нөмір 4. Васа кемесі. Мақтаныш үшін жасалған алып кеме алғашқы сапарында батып кетті. 17 ғасырдың басында Швеция Балтық теңізіндегі ықпалын күшейтіп жатқан еді.
Король Густав II Адольфқа қуатты әскери флот қажет болды. 1625 жылы жаңа алып әскери кеме жасауға тапсырыс беріледі. Оның аты Васа. Васа Швецияның әскери қуатын бүкіл Еуропаға көрсететін теңіздегі алып бекініске айналуы тиіс болатын. Кемеге 64 зеңбірек орнатылды. Олардың көпшілігі ауыр 24 фунттық зеңбіректер еді. Кеменің артқы бөлігі жүздеген сәндік мүсінмен безендірілді. Бірақ бір проблема бар еді. Кеме тым биік, әрі үстіңгі бөлігі тым ауыр болып шықты. Зеңбіректер орналасқан екі жабық палуба, ауыр қару-жарақ, биік құрылым. Бәрі кеменің жоғарғы жағына қосымша салмақ түсірді. Ал төменгі бөлігін тұрақтандыратын балласт оның орнын толық өтей алмады. Ең таңғаларлығы, Васа теңізге шықпай тұрып-ақ, оның тұрақтылығына қатысты қауіп байқалған. Кемені сынау үшін шамамен 30 адам палубада бір бүйірден екінші бүйірге жүгірген. Олар бірнеше рет өткеннен кейін кеме қатты шайқала бастаған. Сынақты тоқтатуға тура келеді. Яғни қауіптің белгісі болған. Бірақ соған қарамастан кеме алғашқы сапарға жіберілді. 1628 жылдың 10 тамызы, Стокгольм. Васаның алғашқы сапарын көруге халық жиналды. Кеме порттан баяу қозғала бастады. Зеңбірек порттары ашық тұрды. Желкендер көтерілді. Ал жағалаудағы адамдар Швецияның жаңа мақтанышына қарап тұрды. Алғашында бәрі қалыпты еді, бірақ Васа көп ұзамай жел екпініне тап болды. Кеме бір жағына қарай қисайды, сәлден соң қайта түзелді. Сосын тағы бір күшті жел соқты. Васа қайтадан қатты қисайды. Бұл жолы жағдай әлдеқайда қауіпті болды. Төменгі зеңбірек палубасындағы ашық порттар суға жақындады. Бір сәтте су зеңбірек порттары арқылы кеменің ішіне лап қоя бастады. Экипаж ештеңе істеп үлгермеді. Кеменің іші суға тола бастады. Бірнеше минут ішінде Швецияның ең қуатты әскери кемелерінің бірі Стокгольм айлағының түбіне кетті. Ол жағалаудан тіпті алысқа да ұзап үлгермеген еді. Кемеде болған адамдардың нақты саны белгісіз. Бірақ зерттеушілер шамамен 30 адамның қаза болғанын есептейді. Ал Швецияның мақтанышына айналуы тиіс Васа алғашқы сапарын аяқтай алмады. Бірақ оның тарихы мұнымен біткен жоқ. Кеме Стокгольм айлағының түбінде 333 жыл жатты. 1961 жылы Васа судың түбінен көтерілді. Балтық теңізінің ерекше жағдайының арқасында кеменің ағаш корпусы таңғаларлықтай жақсы сақталған еді. Бүгінде оны Стокгольмдегі арнайы Васа музейінен көруге болады. Ал зерттеулер апаттың бір ғана адамның бір сәттік қатесінен болмағанын көрсетті. Кеменің пропорциялары, ауыр қару-жарағы, жоғары орналасқан салмақ, жеткіліксіз тұрақтылық және қауіптің белгісі байқалғанына қарамастан, оны сапарға жіберу бәрі қосылды. Ал ең үлкен сабақ, қаншалықты қымбат әрі әдемі жасалғанына қарамастан, инженерлік заңдарды елемеген жобаны атақ та, ақша да құтқара алмайды. Нөмір 3. Галифакс жарылысы. Екі кеменің соқтығысуы тұтас қаланы қиратты. 1917 жылдың 6 желтоқсаны. Канада, Галифакс қаласы. Таңғы уақыт. Адамдар жұмысқа бара жатыр. Балалар мектепке дайындалуда. Портта кемелер әдеттегідей қозғалып жүр. Ешкім бірнеше минуттан кейін қала тарихындағы ең жойқын апаттардың бірі болатынын білген жоқ. Ал апаттың ортасында екі кеме тұрды. Бірінші дүниежүзілік соғыс жүріп жатқан кез Францияның Монбланк атты жүк кемесі Галифакс портына кіріп келе жатты. Бірақ бұл қарапайым жүк кемесі емес еді. Оның ішінде соғысқа арналған орасан көлемдегі қауіпті жүк, тротил, пикрин қышқылы, бензол және басқа жарылғыш материалдар бар болатын. Жалпы салмағы мыңдаған тоннаға жететін. Ал оған қарсы бағытта порттан Имо атты норвегиялық кеме шығып келе жатты. Екі кеме бір-біріне жақындай бастады. Портқа кіретін бұғаз тар болатын. Кемелер арасында кім қай жақпен өтетініне қатысты түсініспеушілік пайда болды. Сигналдар берілді. Маневр жасауға тырысты. Бірақ арақашықтық тым азайып кеткен еді. Таңғы шамамен сағағат 8:45-те Имо Монбланк кемесінің бүйіріне соғылды. Бір қарағанда бұл аса үлкен апат сияқты көрінбеді. Кемелер бірден батып кеткен жоқ. Бірақ Монбланк ішінде мыңдаған тонна жарылғыш зат бар еді. Соқтығыс кезінде палубада сақталған бензол төгіліп, өрт басталды. Экипаж не тасып келе жатқанын жақсы білетін. Олар өрттің жарылғыш жүкке жетсе не болатынын түсінді. Монбланк экипажы кемені тастап
қайықтарға отырып жағадан алыстауға тырысты. Ал жанып жатқан кеме Галифакс жағалауына қарай жылжы берді. Қара түтін аспанға көтерілді. Сол кезде адамдар не істеді деп ойлайсыз? Көптеген тұрғын керісінше терезеге жақындады. Біреулер көшеге шықты. Балалар да терезеден жанып жатқан кемеге қарады. Өйткені олардың көпшілігі кеменің ішінде не бар екенін білмеді. Олар жай ғана порттағы өртті көріп тұрмыз деп ойлады. Соқтығысудан шамамен 20 минут өткенде, таңғы 9:04 шамасында Монт-Бланк жарылды. Жарылыс орасан зор болды. Кеме бөлшектері жан-жаққа ашты. Соққы толқыны Галифакстың үлкен бөлігін шарпыды. Ғимараттар қирады. Терезелер шақырымдар бойы сынып түсті. Жарылыстың күші соншалық, ол сол кезеңдегі адам жасаған ең қуатты ядролық емес жарылыстардың бірі болып саналады. Шамамен 2000 адам қаза тауып, 9000-ға жуық адам жараланды. Жүздеген адам көз жарақатын алды. Жарылыстан кейін жағдай одан әрі қиындады. Үйлер өртенді. Мыңдаған адам баспанасыз қалды. Ал келесі күні аймаққа қатты қарлы боран соғып, құтқару жұмыстарын қиындатты. Галифакс апаты тарихқа ауыр сабақ қалдырды. Қауіпті жүк тасымалданатын жерде бір ғана қате емес, бірнеше сәтсіз шешімнің тізбегі мыңдаған адамның тағдырын өзгерте алады. Нөмір 2. Сонсу көпірінің құлауы. Бірнеше секундта болған трагедия. 1994 жылдың 21 қазаны. Оңтүстік Корея, Сеул. Таңғы уақыт. Қала оянып, адамдар жұмысқа, балалар мектепке асығып бара жатыр. Хан өзенінің үстіндегі Сонсу көпірімен жүздеген көлік өтіп жатты. Бұл көпірді адамдар күн сайын пайдаланатын. Ешкім оның үстімен өту қауіпті болуы мүмкін деп ойлаған жоқ. Бірақ сол таң кейбір адамдар үшін үйден шыққан соңғы таң болды. Сонсу көпірі 1979 жылы ашылған болатын. Ол Сеулдің екі бөлігін байланыстыратын маңызды көлік жолдарының бірі еді. Күн сайын оның үстімен мыңдаған көлік өтетін. Бірақ сырттай қалыпты көрінген көпірдің конструкциясында жылдар бойы жасырын проблемалар болған. Кейінгі тергеу кезінде құрылыс сапасына қатысты елеулі кемшіліктер анықталды. Көпірдің болат конструкцияларындағы кейбір дәнекерлеу жұмыстары талапқа сай орындалмаған. Кейбір қосылыстар қажетті беріктікті қамтамасыз етпеген. Оған қоса, Сеул кез өсіп жатты. Көлік саны көбейді. Көпір арқылы бастапқы кезеңмен салыстырғанда ауыр көліктерде жиі өте бастады. Яғни әлсіз жерлерге жылдар бойы қайта-қайта күш түсіп отырды. Металл шашай берді. Ал қауіпті әлсіздік сырт көзге байқалмай өсе берді. 1994 жылдың 21 қазаны, таңғы сағат 7:40 шамасы. Көпірде таңғы қарбалас. Автобустар, жеңіл көліктер. Адамдар жұмыс пен мектепке бара жатыр. Солардың арасында мектеп оқушылары мінген нөмірі 16 қалалық автобуста болды. Кенет көпірдің бір бөлігі төмен қарай майыса бастады. Жүргізушілердің әрекет етуге уақыты болған жоқ. Содан кейін көпірдің шамамен 48 метрлік бөлігі опырылып түсті. Үстіндегі көліктер бірге құлады. Бірнеше машина Хан өзеніне түсті. Ал автобус құлаған конструкцияны Усвиусли үстіне төмен қарай құлады. Бәрі бірнеше секундтың ішінде болды. Апат салдарынан 32 адам қаза тауып, 17 адам жарақат алды. Қаза тапқандардың арасында мектеп оқушылары да болды. Тергеушілер көпірдің құлаған бөлігін зерттегенде құрылыс кезіндегі сапасыз дәнекерлеу мен конструкциялық кемшіліктерді анықтады. Көпірдің құлауы бірнеше секундқа ғана созылды. Ал сол бірнеше секундқа алып келген қателіктер жылдар бұрын жасалған еді. Нөмір 1. Челленджер апаты. Ескертуге қарамастан жасалған ұшу. 1986 жылдың 28 қаңтары. ақш, Флорида. Кеннеди ғарыш орталығында мыңдаған адам тарихи сәтті күтіп тұрды. Теледидар алдында миллиондаған көрермен отырды. Өйткені бұл жолғы ғарыш сапары ерекше еді. 7 адамнан тұратын экипаждың арасында астронавт емес, қарапайым мектеп мұғалімі Криста Маколев те бар болатын. Ол ғарыштан оқушыларға сабақ өткізуді жоспарлаған. Американың көптеген мектебінде балалар теледидар алдына жиналды. Олар мұғалімнің ғарышқа ұшқанын көрмек болды. Сырттай бәрі мерекеге ұқсайтын. Бірақ ұшуға бірнеше сағат қалғанда инженерлердің кейбірі қатты алаңдап отырған еді. Флорида үшін ол таң әдеттен тыс суық болды. Түнде температура 0-ден төмен түскен.
Ұшыру алаңындағы конструкцияларда тіпті мұз пайда болды. Ал Мортон Тиокол компаниясының инженерлері бір нәрсеге ерекше алаңдады. Ғарыш кемесін көтеретін қатты отынды зымыран үдеткіштерінің қосылыстарында O-ring деп аталатын резеңке тығыздағыштар бар еді. Олардың міндеті қарапайым, бірақ өте маңызды. Аса ыстық газдың қосылыстан сыртқа шығуына жол бермеу. Инженерлер бұрынғы ұшулардан O-ring тығыздағыштарының суық температурада нашар жұмыс істеуі мүмкін екенін байқаған. Сондықтан Challenger ұшар алдындағы кеште инженерлер мен NASA өкілдері арасында арнайы телефон конференциясы өтті. Мортон Тиокол инженерлері мұндай суықта ұшырмаған дұрыс деген ұсыныс жасады. Инженер Роджер Божоли бірнеше ай бұрын осы қосылыстардағы мәселе апатқа әкелуі мүмкін екенін ескерткен болатын. Бірақ ұзақ талқылаудан кейін компания басшылығы бастапқы ұсынысын өзгертті. Ұшуға рұқсат берілді. Келесі күні таңертең экипаж Challengerге отырды. Сағат 11:38-де қозғалтқыштар іске қосылды. Алып ғарыш кемесі аспанға көтерілді. Алғашқы секундтарда бәрі қалыпты көрінді. Challenger жылдамдығын арттырып, биіктей берді. Жердегі басқару орталығы аппаратты бақылап отырды. Бірақ мамандар сол кезде байқамаған бір нәрсе бар еді. Ұшырылған алғашқы сәттен-ақ оң жақ қатты отынды үдеткіштің қосылысынан қара түтін шыққан. Суықтан O-ring тығыздағыштары қажетті жылдамдықпен жұмыс істей алмай қалған еді. Біраз уақыт қосылысты пайда болған материал уақытша жауып тұрды. Бірақ Challenger жоғары көтерілген сайын аэродинамикалық күштер күшейді. Ұшудан шамамен 1 минут өткенде жағдай нашарлай бастады. Ыстық газ қайтадан қосылыстан сыртқа шықты. Жалын сыртқы жанармай бағына қарай бағытталды. 73 секунд. Challenger шамамен 14 шақырым биіктікке жеткен кезде алып ақ бұлт пайда болды. Теледидардан қарап отырған адамдар алғашқы сәтте не болғанын түсінбеді. Challenger ыдырап кетті. Ғарыш кемесінің бөліктері әр бағытқа тарады. Жердегі дикторлар үнсіз қалды. Ал бірнеше секунд бұрын қол шапалақтап тұрған көрермендер не көргенін түсіне алмай тұрды. Борттағы 7 экипаж мүшесінің барлығы қаза тапты. Фрэнсис Скоби, Майкл Смит, Рональд Макнейр, Элисон Анидзука, Джудит Резник, Грегори Джарвис және мұғалім Криста Маколиф. Бұл трагедияның ең ауыр тұсы кейін белгілі болды. Президенттік комиссия апаттың тікелей техникалық себебі оң жақ зымыран үдеткішіндегі O-ring тығыздағыштарының істен шығуы екенін анықтады. Бірақ комиссия тек резеңке бөлшекті кінәлаған жоқ. Тергеу NASA-ның шешім қабылдау жүйесіндегі үлкен мәселелерді де көрсетті. O-ring проблемасы бұрыннан белгілі болатын. Инженерлер қауіп туралы ескерткен. Ал сол таңдағы температура бұған дейінгі шаттл ұшырылымдарынан айтарлықтай төмен еді. Ең өкініштісі, бұл апатты болдырмауға мүмкіндік болған еді. Өйткені кейде ең қауіпті қате, қауіпті білмеу емес. Қауіпті біліп тұрып, ескертуді елемеу. Бүгінгі 10 оқиғаның әр қайсысы әртүрлі. Тарих бізге бір қарапайым нәрсені қайта-қайта көрсетеді. Ештеңе болмайды деген сенім кейде ең қауіпті қателіктің өзі болуы мүмкін. Егер бүгінгі видео сізге қызық болса, арнаға жазылып лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Ал пікірге жазыңыз. Осы 10 оқиғаның ішінде сізді ең қатты таңғалдырғаны қайсысы болды? Келесі видеода тағы да тарихтың ең таңғаларлық оқиғаларын бірге зерттейміз. Келесі кездескенше.